шындық ешкімге ұнамайды, иә. Мұғалімдер мен медиктер біз адалмыз деп неге көптер боласыздар. Қазіргі таңда көп мекемелерде басшылар мен оның жағымпаздарының жолы болып тұрғаны жасырын емес. Ал бейнеттің бәрін арқалап жүрген қатардағы жай қызметкерлер. Сол мекемеде өтетін әрбір іс-шарада, қосымша жұмыстарда, тіпті сенбіліктерге де шығатын сол байғұстар. Жыл сайынғы ремонтқа да өздерінің қалталарынан ақша шығарып, сол ремонтты жасап жүргенде солар. Осының бәрін біле тұра неге ақталасыздар? Сол себепті айлық аздығынан медиктер науқастардың тамағына жабысып, ал мұғалімдер әр мерекеде ата-аналардан алатын сыйлыққа құмар. Оны ешқайсыңыз жасыра алмайсыздар. Ауруын жасырған өледі деген сіз өзіңіз үшін болмаса да өсіп келе жатқан ұл қызыңыздың болашағы үшін шындықты айтып және мойындап сол қателіктерді түзеуге атсалысыңыздар. Әрине арамызда адал қызметкерлер бар, бірақ олар саусақпен санарлық қана. Елдің мұңын азайтуымыз үшін біз әр мекемедегі қарттарды пенсия жасына жақындап қалған орнын сауатты, адал еңбек ететін патриот жастарға ауыстыруымыз керек.